Сәлем достар, берекелі каналына қош келдіңіздер. 10 минутта дайындалатын өте дәмді сәбізді маффины дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға жұмыртқа және де қантты салып, венчиктің көмегімен масса ағарғанға дейін араластырамыз. Дәл осылай. Сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық ас содасын қосып, араластырып, ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Сонда сіздің маффины піскен кезде өте үлпілдек, сондай биік көтерілетін болады. Бір келкетіп араластырып шығамыз. Одан кейін ұсақ үккіштен өткізілген сәбізді қосамыз. Егер де сізде миксер болатын болса, бұның барлығын миксермен араластырсаңыз да болады. Араластырғаннан кейін жаңағы формамызға 2-2,5 ас қасық қамыр саламыз. Форманы толтырып, жаңағы қамырды толтырмауларыңызды өтінемін, өйткені піскен кезде қамыр төгіліп кетуі мүмкін. Осылай толтырмай ғана саламыз. Қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Піскен піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіз болады. Міне достар, біздің сәбізді маффины дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Егер де рецепт сізге пайдалы болса, ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.